Нан батыр, қазақ халық ертегісі. Ерте заманда Тобықбай деген бір мерген болыпты. Тобықбайдың әйелі өмір бойы құрсақ көтермепті. Өзі момын, адал адам екен. Оны бүкіл ел жақсы көргендіктен баласының жоқтығына аяныш білдіріпті. Баланың зары өткен Тобықбай бір күні әйеліне хат ашуланып: «Мен аң аулау үшін 3 айлық жолға шығамын. Қайтып оралғанымша бала тапсаң таптың, таппасаң сені қоя беріп басқа ел алам. Бала болғанда да ұл бала тауып бер» деп сапарға аттанып кетіпті. Ерінің жарлығының қалай жолын таба алмаған әйелі қатты қысылады, зарланып жылайды. Бір күні нан пісіріп отырған әйелі тұңғиық ойға кетеді. Илеген қамырдан бір баланың бейнесін жасайды да сырттағы жер ошаққа от жағуға шығады. Отын тамыза алмай үрлеп жатқанда «Балаң жылап қалды, балаң жылап қалды» деген дауыс шығады. Артына жалт бұрылып қараса, киіз үйдің күлдіршеуінде отырған бір кішкентай құсты көреді. Әлгі «балаң жылап қалды» деп отырған сол бақыт құсы екен. Осы кезде үй ішінен баланың жылаған дауысы естіледі. Әйел жүгіріп үйге кіреді. Келсе, әлгі бала етіп жасап кеткен наны жоқ. Оның орнында аппақ сазандай бір ұл бала екі өкшесімен жер тепкілеп жылап жатыр. Әйел Құдайдың бергені, бақыт құсым менің деп құшағына алады. Осы кезде әйелдің өмірінде тамшы тамбаған омырауынан сүт сорғалап қоя береді. Межелі мерзімі болғанда Тобықбай үйіне оралады. Қуанышы қойнына сыймай жүрген әйелі: «Бұйрығыңды орындадым, міне балаң» деп аппақ сазандай ұлын ұсынады. Ал Тобықбай шыныңды айт, айналасы 3 айдың ішінде сен қалай бала таба қойдың? Біреуден сұрап немесе сатып, болмаса ұрлап алған шығарсың деп әйеліне сенбейді. Әйелі алғашқыда өзім таптым деп отырып алады. Ақырында баланың қалай пайда болғанын түгелдей баяндап береді. Тобықбай бұған да нанбайды. «Мен ауылдың бірнеше әйелдерін шақырып, қолдарына бірдей қызыл алма беремін. Олардың арасына бөтен киім кигізіп, түсіңді өзгертіп, сені де қосамын. Бәрің алмаларыңды балаға ұсынасыңдар. Сонда бала кімнің алмасын алса, бала соныңқы болады. Осыған келісемісің?» деп әйеліне шарт қояды. Оған әйелі нар тәуекел деп бел байлайды. Тобықбай айтқанын орындайды. Ауылдың әйелдерін жинап қолдарына алма береді. Бала ешкімнің алмасына қарамай, тек өз шешесінің қолындағы алманы қуана бас салады. Тобықбай оның өз баласы екеніне көзі жетеді. Әйелі мен баласын құшақтап бауырына басады. Елді жинап бесік той жасап, нан берген деп ат қояды. Арада күн өтеді, ай өтеді. Бала алыптай жігіт болып ер жетеді. Нан берген 10 жастан асқанда қайратты қайырымдылығымен, атақты мергенділігімен елдің көзіне түседі. Сол кезде Ұрханды деген тауды мекендейтін Темір батыр, Су батыр деген атақты 2 мерген болыпты. Олар алысқанын алмай, көздегенін жықпай қоймайды екен. Нан берген ел ішінен осы аңызды естіп, екеуін тауып олармен жолдас болуды армандайды. Ата-анасынан жол жүруге рұқсат сұрайды. Әкесі мен шешесі басында қатты қысылып, қайғырса да кейін баласының талабын қайтарғысы келмейді. Жолға азық-түлік қамдап, баталарын беріп шығарып салады. Нан берген 6 ай 6 күн жол жүріп, іздеп шыққан Темір батыр мен Су батырды табады. Көп кешікпей олармен достасып кетеді. Олар нан бергенді Нан батыр деп атап кетеді. Үшеуі бірігіп, аңнан басқа жан баспайтын Ұрханды тауында аң аулаумен бірнеше жыл өткізеді. Батырлар қарағайдан іргесі 70 қабат, есігі 7 қабат үй салып тұрып жатады.
Екеуі аңға кеткенде біреуі үйде қалып тамақ пісіреді екен. Күндердің бірінде Нам батыр мен Темір батыр аңға кетіп, үйде Су батыр қалады. Ол тайқазандағы етті балқытып асып отырған кезде сырттан біреу келіп, есігіңді аш деп айқай салады. Байқаса жолдастарының даусына ұқсамайды. Олардың келетін уақыты да болмағандықтан есікті ашпайды. Сырттағы адам тағы да айқай салады. Батыр ашпайды. Бір уақытта салдыр етіп 7 қабат есік жерге құлап түседі. Батыр жалт қараса, бойы бір қарыс, сақалы 7 кез, аппақ қудай шал кіріп келеді екен. Әлгі шал кірісімен Су батырдан қазандағы етті сұрайды. Батыр, сен өзі кімсің? Бермеймін деп жауап береді. Шал мырс етіп күледі де Су батырдың желкесінен бір аяғымен басып тұрып, етті сүйек саяғымен сыпырып сиырып жеп алады. Әбден тойғаннан соң үйден шығып кете береді. Қас қарая аңға кеткен Нам батыр мен Темір батыр оралады. Келсе қазан бос. Өңі қашқан Су батыр қазанның қасында отыр екен. Олар батыр-ау, ет қайда, саған не болды деп сұрайды. Су батыр оларға болған оқиғаны айтып береді. Бұған Темір батыр мен Нам батыр күліп, жұдырықтай шалға күшіңнің жетпеді ме деп мазақтайды. Ертеңіне үйде Темір батыр қалады, ал Су батырға кешегі шал келер болса, оны ұрып шығып байлап қоямын дейді. Серіктері оны құптайды. Темір батыр ет тасып қойып, шалдың келетін мерзімін күтеді. Түс асқан кезде есікті аш деп бақырған шалдың дауысы естіледі. Темір батыр да есікті ашпайды. Ашуланған шал есікті бір-ақ теуіп кіреді. Оның түрін көрген батыр күліп жібереді. Шал ештемені байқамағандай болып батырға ет бер деп ымдайды. Темір батыр еті сылынып қалған сүйектерін береді. Шал оны жеп алып тағы да сұрайды. Батыр, болды жетер енді, үйден шық, әйтпесе басыңды аламын деп кіжіндейді. Шал, бермесең тартып жеймін дейді де Темір батырды бас салады. Батыр шалдың бұл қылығына төзе алмайды да екеуі жата келіп алысады. Ақыры шал Темір батырды атып ұрып, бір аяғымен желкесінен басып тұрып, тайқазандағы етті тағы да сыпырып сиырып жеп кете береді. Күндегі уақытында екі серігі аңнан оралады. Келсе оқиға кешегідей. Сескенген раймен Темір батыр шалға тең келер күш жоқ. Оны жеңеміз деуге менің аузым бармайды. Бұл бізге пәле болып жабысты. Аманымызда осы арадан кетейік дейді екеуі. Үрейі ұшқан Су батыр да кетсек кетейік деп қоштайды. Нам батыр Су батыр айтқан шалдың бойына, Темір батыр айтқан ойына сенер-сенбесін білмей мырс етіп күліп алады да әлгі екі жолдасына, сендер рұқсат етсеңдер, сол шалмен мен де айқасып көрейін деп өз ұсынысын білдіреді. Бұрын бұлар өзара күш сынасып көрмеген екен. Нам батырдың серіктеріне қарағанда жасы да, денесі де кішиет, сондықтан оны көзге ілмеген екі батыр Нам батырдың өзіне күліп, біздің әліміз жетпеген әзірейлігі сенде қайрат көрсетпекшісің. Етпен қоса өзіңді де жеп қояр, басымыз аманда кетейік бұл жерден дейді. Бұған Нам батыр көнбейді. Амалдары таусылған серіктері мақұл, өз обалың өзіңе дейді. Үшінші күні кезек бойынша Нам батыр үйде қалады. Екеуі аңға кетеді. Дәнігіп алған шал дәл мезгілінде үйге жетіп келеді. Ол әдеттегенше есікті аш деп бақырады. Нам батыр 7 қабат есікті түгелдей ашады. Шал үйге кіріп келіп ет сұрайды. Нам батыр бір жапырақ ет алып береді. Шал оны қағып жіберіп тағы сұрайды. Батыр оған етті сылынған қабырғаны ұсынады. Оны да жеп алып тағы да сұрағанда Нам батыр шалдың сақалынан шап беріп ұстап алып, үйден шық деп ақырып, шал ашуланып алыса кетеді.
Екеуі ұзақ арпалысады. Ақырында Нам Батыр шалды алып ұрады. Сақалынан сүйреп апарып үйдің артындағы жуан бір бәйтерекке байлап қояды. Үйге келіп, ханнен қаперсіз етін асып отыра береді. Нам Батыр кешке екі досына шалды ұстап алып сақалымен байлап қойғанын айтады. Батырлар оған сенбейді. Нам Батыр алдымен тамақтарыңды ішіп алыңдар, содан кейін өз көздеріңмен көресіңдер дейді. Үшеуі әбден етке тойып алып шалды көруге шығады. Бірақ шалды байлап кеткен орны бос тұр. Ол бәйтеректі бүкіл тамырымен жұлып алып қашып кетіпті. Жұлынған бәйтеректің түбін көрген екі батыр амалсыздан шалдың қолға түскеніне сенеді. Олар Нам Батырдың күшінің артық екенін мойындайды. Батырлар үш желмаяға мініп шалдың ізіне түседі. Қуа-қуа 3 ай 3 күн өткен соң қашқын шалға да жетеді. Оны бәйтерегімен сүйреген бойы жердің бір жарығына келгенін байқап қалады. Әлгі жердің жарығынан үңіліп төмен қараса, ол бір түпсіз шыңырау екен. Үшеуі кім түседі деп біраз дауласады. Екі батыр қорқып келіспеген соң Нам Батырдың өзі түспекші болады. Батыр қолына қылышын алып, беліне арқанын байлап, жердің артына қарай сапар шегеді. Жоғарғыда қалған екі досы арқанға арқанды жалғап беріп отырады. 140 арқанды бірінен бірін жалғағанда ғана Нам Батыр жер түбіне зорға жетеді. Жердің астына түскен соң ол бір күмбезге тап болады. Күмбездің іші толған, үлкендігі қозыдай қара құрт қаптаған. Олар Нам Батырға шабуыл жасайды. Бірақ батыр алып күшімен қара құрттарды жан-жаққа лақтырып тастайды. Енді ол күмбездің ішін аралап көрмек болады. Келе жатып бір темір есікке кез болады. Есік ашылғанда ішінде отырған адамдар көздері жәудіреп, мен арықпын деп шұрқырай жөнеледі. Таң қалған Нам Батыр: бұл не қылғандарың? Неге шулайсыңдар? Мен жер үстінен келген адаммын дейді. Сонда адамдардың біреуі басын көтеріп, осы жер астын мекен ететін бойы бір қарыс, сақалы жеті кез біреу адам бізді жер бетінен алып қашып әкелді. Күніне 10 шақтымызды сойып жейді. Сондықтан біз бір күн болса да өмір сүріп, жер бетіне аман есен шығамыз ба деген үмітпен есік ашылған кезде мен арықпын деп зарлаймыз. Ол семіз деген адамды алып кетеді де сойып жейді. Мән жайды түсіндіреді. Қорықпаңдар, мен ол жауыздың көзін жоямын. Амалын тауып жер бетіне шығыңдар. Енді жолдарың ашық дейді Нам Батыр. Әлгі адамдарды түгелдей босатады. Өзі сапарын жалғастырады. Жол жөнекей Нам Батырдың алдынан тағы бір есік шығады. Есікті ашып қараса, ішінде ай мен күндей толқысыған ғажап сұлу қыз отырған екен. Қыздың жанында бәйтеректі сүйреп жатқан шал қисайып жатыр. Нам Батырды көрген шал тұра ұмтылады. Екеуі тағы да арпалыса кетеді. Ұзақ арпалыстан соң батыр ебін тауып шалдың басын қылышымен қағып жібереді. Жауыз қожайынынан құтылған қыз: ағатайым, жер бетіндегі адамды көретін күнім болады екен-ау. Мен Сабаз деген шалдың жалғыз қызы едім. Осы зынданның қолына түскеніме жыл болды. Еліме, әке-шешеме жетуіме көмектесе гөр деп зар илеп жылап қоя береді. Қыздың көзі тоймайтын көркіне таңырқаған Нам Батыр оған ғашық болып қалады. Қыз да батырды ұнатады. Елге барған соң екеуі қосылатын болып уәделеседі. Нам Батыр қызды ертіп, өзі жер астына түскен орынға келеді. Беліндегі арқанды шешіп, қыздың беліне байлайды. Сен қазір жер бетіне шығасың. Сол жерде мені екі досым күтіп тұр. Өзің шығып болған соң арқанды қайта түсіріңдер дейді. Қыз қуанып кетеді. Нам Батыр
тарт деп екі батырға айқай салады. Олар қызды жіпке байлаған жапырақтай тарта бастайды. Арқанды алып шыққан Су батыр мен Темір батыр Нан батыр емес, бір сұлу қызды көреді. Қызға бұларға да ғашық болады. Сұлу екі батырға Нан батырдың айтқанын жеткізеді. Олар арқанға тас байлап түсіріп жібереді. Осы екі арада екі батыр қызға білдірмей, Нан батыр жер бетіне шықса, бұл қыз бізге жоқ. Оны өлтіріп, қызды өзіміз бірге әкетейік. Арқанды орта беліне дейін тартып келіп, қызға байқатпай кесіп жіберейік. Нан батыр бар салмағымен шыңыраудың түбіне түсіп мерт болар деп ақылдасады. Қыз еш нәрсені сезбейді. Көп уақыт өтпей зындан ішінен тарт деген дауыс естіледі. Үшеуі арқанды тарта бастайды. Алдында тұрған Темір батыр бір қолында өткір қылышын дайындап тұрады. Жарымы таяғанда қызға білдірмей сол қылышымен арқанды кесіп жібереді. Екеуі өтірік қиналған болып, амал жоқ, арқан үзіліп кетті деп отыра қалады. Қыз олай болса, үзілген арқанның үзігіме мені қайта түсіріңдер, жалғап шығайын деп жалбарынады. Темір батыр мен Су батыр енді одан болт жақын деп қыздың сөзін құлаққа аспайды. Қызды күшпен ертіп әкеледі де Ұрханды таудағы мекендерін тастап, басқа бір жерге қоныс аударады. Шыңырау түбіне бар салмағымен құлаған Нан батыр ауыр жарақаттанады. Бір күн, бір түн дегенде есін әрең жияды. Ешқандай амал таппай шаршап әлсіреп отырған кезінде әлгі өзі босатып жіберген адамдары келеді. Нан батыр бастан аяқ оқиғаны, өзінің қазіргі хәлін бастан аяқ баяндап береді. Олардың арасында бір қарт емші бар екен. Қария батырдың сынған сүйектерін таңып емдейді. 3 айда оның қаз қалпына келтіреді. Нан батыр оңалған соң барлығы бірігіп, жер астындағы қылыш, күрек сияқты құрал саймандарды жинайды. Жердің жарығын қазып, басқыш жасайды. 1 ай 10 күн дегенде жер бетіне шығады. Өздерімен бірге бойы бір қарыс сақалы жеткіш шалдың тонаған заттарын ала шығады. Қуаныштарында шек жоқ. Нан батыр дүние мүліктерді ел жұртына қайтарып, өз кегін алу үшін Ұрханды тауына бармақ болады. Қасындағылар батырды жалғыз жібергісі келмейді. Бірақ Нан батыр оларға ризашылығын білдіріп, қоштасып жүріп кетеді. Осылай Нан батыр Ұрханды тауына жетеді, бірақ достарын, өзінің қалыңдығын іздеп таба алмайды. Жыл жарым уақыт өтеді. Бір күні Нан батыр жаяу жүріп келе жатып, жайылып жүрген қалың малды көздестіреді. Шет жақтап келіп, қой бағып отырған қойшыдан жолығады. Амандықтан кейін, бұл кімнің малы деп сұрайды. Бұл Темір батыр мен Су батырдың малы деп жауап береді қойшы. Олардың үйі қайда дейді Нан батыр. Қойшы Темір батыр мен Су батырдың отырған жерін көрсетеді. Екеуінің арасындағы сұлу қыз үшін болған араздықтарын айтып береді. Қаһарланған Нан батыр қойшының көрсеткен жолымен жүріп отырады. Тау түсте Темір батыр мен Су батырдың үйіне кіріп келеді. Нан батырдың амандығын көрген олардың зәрелері ұшады. Ашуынан сескенген екеуі отыра қалып кешірім сұрайды. Сонда Нан батыр: мен дұшпанымды дос санаппын. Жаман дос көре алмайды. Алдыңды орап жүргізбейді екен. Осыны түсіндім. Менің қалыңдығым қайда деп ашуланады. Қорыққан Су батыр мен Темір батыр: қалыңдығыңа еш жамандық жасаған жоқпыз, ол аман есен деп жауап беріп, біреу сыртқа шығып кетеді. Сәлден кейін әбден зарығып, қайғы мен мұңды жеген сұлу ілесіп қайта кіреді. Қыз: батырым, сенің аман оралуыңды сезгенмін дейді. Жасқа толы мөлдір көзімен Нан батырға қарап. Батыр да қалыңдығының амандығын көріп, жаны жай табып. Ол Су батыр мен Темір батырдың жайып жүрген малдарын
иелеріне қайтарып береді, ал өздеріне бұл жерден кетуді бұйырады. Кінәлары мойындаған екі батыр Ұрханды тауына қайтып кетеді. Нам батыр сүйген қызын алып, еліне оралады. Бүкіл халқын жинап үлкен той жасайды. Адал еңбекпен ата-анасын асырап, бақытты да баянды ғұмыр кешеді.